Такримуллаху таала шули шухада тақырып хадисінің тәпсірінің тақырыбы Алланың сол Алла жолында шәһид болғандарға Алланың құрметі дейді. Такрим деген құрмет көрсету, ұлықтау. Али Имран сүресінің 169-170 аяттары Аллах Тағала Құранда бұл айтып жатыр. Астағизу билля, "Уала тахсабанналлазина қутилу фи сабилиллахи амуата, бал ахяун инда раббихим юрзақун." Бұның мағынасы ла тахсабанна. Хисап деген есеп. Араб тіліндегі хисап, қазақ тіліндегі есеп содан алынған хисап. Есептемеңдер. Ойламаңдар, есептемеңдер, әллазина деген сондай бір адамдарды қутилу, өлтірілген. Фи сабилилла. Алла жолында жан тапсырғанды ойламаңдар, өлік деп дейді. Алла жолында жүріп қайтыс болғандарды өліп қалды деп айтпаңдар, өлді деп есептемеңдер. Өлік деп, мәут сөзі. Қазақ тіліндегі мәйт дегеніміз, араб тіліндегі сол мәйт деген сөз. Өлік, әмуат, мәут сөзінен шығады. Өлік деп есептемеңдер, Алла жолында өлтірілгендерді дейді. Бәлки, керісінше. Бәл деген, бәлки деп қазақша. Ахяун, тірі олар. Хайюн деген тірі, ахя көпше тірі. Бәлкім олар тірі. Инда роббихим, Раббысының құзырында юрзақун, ризықты алып жатыр олар дейді. Тірі және ризықты алып жатыр. Бұл аяттың түсу себебін айтқанда хадисте келеді. Имам Ахмадтың Муснадында келеді, Абдулла ибн Аббастан риуаят қылынған хадис. Имам Ахмадтың Муснадында Имам Ахмад риуаят еткен хадистерде келеді, Абдулла ибн Аббастан риуаят қылынған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Ухуд кезінде, Бәдірден кейін екінші соғыс исламда Ухуд болды ғой. Сонда мұсылмандар жеңіліс тапты жерде. Ана садақшылар тыңдамай таудан түсіп қойған себепті жеңіліс тапты. Сол кезінде көптеген мұсылмандар сол жерде қаза тапты. Соның себебінен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Лама усиба ихванукум яумал Ухуд, жа'алаллаху арвахум фи ажвафи туйур хадр, тариду анхарил жанна." Ухуд күні сендердің мұсылман бауырларын шәһид болған кезінде, жан тапсырған кезінде, оларды Аллах Тағала рухтарын дейді, жандарын жәннаттағы жасыл құстардың тұмсығына салып қойды дейді. Ол жәннаттың өзендерінен барып қаласа аузын ашады, қаласа су ішеді. Адамның шәһидтердің рухы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жәннаттағы бір жасыл құстардың тұмсығына салып қойды олардың рухтарын. Олар тірі деп жатыр. Ухудта қайтыс болған шәһидтерді айтып жатыр. Жәннаттың өзендерінен қалағанша ішеді, және қалағанша жәннаттың бақшаларын жемістерінен қалағанша жейді дейді. Оны құс, шәһидтердің аруақтарын ең жегісі келеді, құс сол жерге апарып аузын ашып тұрса, сол аруақтары сол жерден жейді дейді. Яғни хадисте сол Ухуд несінде қайтыс болған кісілер сол айтып жатыр. Сосын олар алтыннан болған бір ыдыстың ішінде паналап, ғарыштың көлеңкесінде паналайды дейді. Алтыннан болған бір неде ыдыста дейді. Енді олар жәннатта, Ухудта қайтыс болып, жәннатта оларға Аллах Тағала сондай құрмет көрсетіп қойғанын көргенде дейді. Яғни осы жерде мына нені айтып алайық, сосын айтамыз. Өйткені мына жаққа тиісті болып жатыр. Түсінікті? Яғни мынау аяттың түсу себебі осы хадис айтылып жатыр. Енді мына жартысын айтып алайық, содан кейін хадистің де жартысын айтамыз. Мынаған тиісті. Фарихина, фарх деген қуаныш, олар қуанып жатыр дейді. Жәннатқа кірген шәһидтердің рухтары қатты қуанып жатыр. Бима атахумуллаху мин фадли. Бір нәрсеге қуанып жатыр. Атахум, оларға берген Аллах. Аллах оларға берген мин фадлихи, өзінің кеңшілігімен берген. Бұны жәннатпен және берілген бұл дүниедегі жан тапсырған себепті берген жәннатымен, оның ішіндегі бүкіл нығметтері, сауабы сол мынау Аллахтың кеңшілігімен берген. Жәннаттың ішіндегі рахатты көріп,
соның барлығына қуанып жатыр дейді да, қуанышты дейді. Ва ястабширу бушро деген сүйіншілеу. Және олар дейді, сол жәннатқа кіріп сондай бір рахатты көрген кезінде, шіркін-ай, мен мына артымызда қалған, шәһид болмай дүниеде қалып кеткен бауырларымыз осыны білсе ғой деп армандап жатыр да олар. Биллазина, сондай біреулерге сүйіншіні жеткізсе екен деп, жетсе екен, білсе екен деп жатыр. Кімдер? Ләм ялхақу бихим, оларға ілеспей қалғандар дейді. Илхақ деген ілесу. Ләм ялхақу деп ілеспей қалғандар оларға. Мин хальфихим, олардың арттарынан. Яғни шәһид болмай бұл дүниеде тірі қалып кеткендерге дейді. Әллә хауфун алейхим, оларға ешқандай қорқыныш жоқ екен олар білсе екен деп қуанып армандап айтып жатыр. Жәннаттағы Ухуд соғысында қайтыс болған шәһидтердің рухтары, жандары. Артта қалып кеткен ана сахабалар, шіркін, оларды жан тапсырып, Алла жолында жан тапсыратын болса, ақыретте жәннатта сондай бір жақсы дүние бар екенін, шіркін естісе екен біздің артымыздағы болар, білсе екен деп, оларға ешқандай қорқыныш жоқ екен. Қорқыныш деген бұл келешектегі бір нәрсеге қорқу. Адам жан тапсыратын кезде оңай емес қой, ертең артымда қалған балашаға не болады? Мен не болам, қайда барам, бір Алла біледі жаңағы. Алла жолында жан тапсырғанда қорқыныш болмайды деп олар соған тап болғанда айтып жатыр. Алейхим уалахум яхсанун, және олар қайғырмайды. Қайғыру деген іс ол өткен іске қайғыру. Қорқыныш деген келешекке қорқады, қорқыныш келешекке болады. Келешекте не күтіп тұр екен, қалай болады? Қайғыру деген өткен шаққа, артында қалған бала-шағалары, оның барлығына ештеме, бұрын өткен нәрсесіне ешқандай ештеме уайымдамайды. Осы артымызда қалған, тірі қалған адамдар білсе екен деп, ястабшируна деген бушро сүйіншілер соны жеткізіп жатыр. Енді соны мынау аяттың түсу себебінде хадисте пайғамбарымыз айтып жатыр, саллаллаху алейхи вассалам, олар Ухуд соғысында қайтыс болғандар жәннатқа кіріп сондай Алланың нығметін көрген кезінде қолу сөзінде олар айтты дейді жәннатта: я лайта ихуанана я'ламуна бима саналла бина. Шіркін-ай, ана дүниеде қалып кеткен бауырларымыз Аллах тағала бізге беріп жатқан осындай нығметтерді білсе еді деп армандап жатыр. Шіркін-ай, олар білсе ғой деп. Лиалла язхаду фил джихад. Олар осыны білсе, джихадтан қашпас еді дейді, Алла жолында. Джихадтан қашпас еді. Уәлә янкилуна анил харб. Соғыстан да қашпас еді, Алла жолындағы соғыстан. Фақал Алла, ана убаллиғуман. Сөзінде Аллах тағала оларға, сендердің бір армандарыңды мен жеткізіп қоям оларға деп осы аятты түсіріп жатыр дейді. Мынау аятты, мынау айтып жатырған нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары Ухудта қайтыс болған. Хамза радиаллаху анху бар оның ішінде. Солар айтқан сөздері бізге армандап жетсе екен деп. Аллах тағала осы аятпенен бізге жеткізіп қойып жатыр. Ухуд соғысында қаза болған сахабалардың армандарын сендерге я Раббым Алла жеткізіп қойып жатыр дейді. Ухуд соғысында шәһид болғандар Алланың берген нығметін көрген кезінде армандап, шіркін-ай, арттағы бауырлар осыны көрсе екен, білсе екен, қорқыныш жоқ екен, білсе екен дегенде Аллах тағала ана убаллиғукум анкум деп уәде берді дейді. Мен сендердің осы нәрселеріңді оларға жеткізіп қоям деп, содан кейін осы аятты түсірді деп жатыр. Яғни бұл жерде ақылға салсақ, адам қайтыс болғанда қабірде болады рухы, қабір азабы немесе тәтті ұйқы болады деді. Біріншіден біз білейік, рухани әлем деген бұл барзах әлемі деп аталады. Рухтың өзі Аллах тағала бізден жасырып қойды. Біздің ақылымыз, санамыз оны жете алмайды. Біздің санамыз, ақылымыздың өзі қанша ілім алып технология дамыса да шегі бар. Рух мәселесі одан жоғары тұр, біз оны қамти алмаймыз ешқашан. Аллах тағала Құранда ей Мұхаммад, айт, олар сенен рух жайлы сұрап жатыр. Айт, рух ол Алланың ісінен деп айтты. Оны толық қамти алмайсыңдар деп жатыр. Рух жайлы сендерге аз ғана ілім берілді деп айтты. Ол деген сөз аз ғана ілім берілді дегені, рухты сендер қанша ілімдерін дамыса да қамти алмайсыңдар деген. Қамтитын болсақ қазіргі күні, анау басқа планетадан жер су іздегенше неге бір аппарат шығара салмайды ғалымдар? Рухты денеден шығармай ұстап қалатын, ата-аналарын өлтірмей, жандарын өздерін өлтірмей. Оны ешқашан шығара алмайды. Рух өйткені біздің технологиямыз қанша дамыса да шегі бар, рух соның жоғары жағында тұр. Алланың ісінен деп айтты.
бір рух жайлы толық не істей алмаймыз, зерттей алмаймыз. Аппарат шығара алмаймыз, адам денесін рух шығарып жатқан түсіріп алатын. Шығара алмаймыз оны. Біз мойындау керекпіз. Біз Аллах Тағала әлсіз жаратқан. Рух, денеміздегі рухтың өзін біз толық қамти алмаймыз ілімменен. Сондықтан рух жөнінде біз Құран хадисте айтылғандай ғана сенеміз, одан артық кіре алмаймыз. Кіретін болсақ, ақыл жетпей тұрған нәрсеге кіретін болса, адасамыз. Аллах Тағала оны бізге Құранда дәлел беріп қойды, біздің шамамыз шектеулі екеніне. Мысалы, аяттар түсіріп қойды, ақылға салып, сондай бір не істеуге болатын аяттарынан тәпсірлеуге болады, Сол секілді біздің шамамызды көрсетіп қойды, әлиф, лам, мим деген аяттар түсіріп. Кім тәпсірлей алады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі тәпсірлеп кетті. Қиямет күні, бірақ оның мағынасы бар. Қиямет күні ғана ол белгілі болады дейді. Ол деген сөз, Аллах Тағала біздің шамамыз келмейтін жерлері бар, тұстар. Ондай жағдайда біз иман келтіріп тоқтау керекпіз. Иман келтіріп, ол Алланың сипаттарына тиісті ақида мәселесінде. Аллах Тағала шексіз, мәңгі, басталусыз, аяқталусыз дейді. Елестетіп көре аласыз ба шексіз нәрсені? Елестете алмаймыз. Неге? Өйткені біздің ақылымыз шектеулі. Қанша ақылын тасса да бәрібір шектеулі. Аллах Тағала шексіз. Шексіз Алланы шектеулі ақылға ешқашан сыйдыра алмаймыз. Сондықтан біз мойындау керекпіз. Аллах Тағала көреді, көзсіз көреді, мүшесіз көреді деді. Болды, қалай екенін біз ақылға сала алмаймыз. Көреді, иман келтіреміз де тоқтаймыз. Естиді деді, қалай естиді? Қалай деп сұрақ жүрмейді Аллаға. Мүшесіз деді Абу Ханифа, мүшесіз көреді. Өйткені мүше деген жаратылыстың сипаты деді. Болды, қалай көреді? Барлық жерді бір уақытта. Ақыл көтере алмайды оны. Сондықтан біз оған иман келтіріп тоқтаймыз, болды. Рух мәселесі сондай. Рух мәселесін Аллах Тағала Құранда айтып қойып отыр. Рух Алланың ісінен деп айт, болды. Ілім сендерге аз ғана берілді. Рух жайлы көп білмейміз. Психолог ілімдер жетіп жатыр, тәжірибе арқылы ғана. Адамдардың жағаны қыз балық несіне жағаны темперамент дейміз, соған қарап 3-4 түрге бөліп, жаңа флегматик, холерик, меланхолик деп бөліп, мынау не жағынан жағаны бодрыс, не жағынан сергектік жағынан жабырыңқ дейді, тез ұйықтайды, мынау саба дейді, түнде оның шабыт ашылады. Сондай адам. Сосын олар тәжірибе арқылы мынау флегматик адамға мынандай сұрақ қойсан, ол мынандай әсер етсен, ол мынандай тез ашуланады, немесе меланхоликқа не істесең де ашуланбайды деген сияқты зерттеу арқылы ғана жетіп жатыр. Бірақ толық қамти алмай жатыр рухты. Жыңғырып кеткен болса, психологтар түк істей алмай қалады оған. Медицина түк істей алмайды. Патология дейді, болды, больницаға жібереді де, психбольницаға егіп, жүйкесін басып тастайды, болды, емдеп шығара алмайды оны. Сондықтан Аллах Тағала рух жайлы аз ғана ілім бердік деген сол. Біз рухты толық қамтамасыз ете алмаймыз. Сондықтан рухани әлемге келген кезінде Құран хадисте қаншалықты айтылды, соншалықты ғана сеніп иман келтіреміз де, ары қарай ақылмен кірмейміз, өйткені ол ақылдан жоғарыdır, ақылдың шегінен. Енді бір аят хадистерде адамның рухы жағаны қабірде болады десе, не ұйқыда болады, тәтті ұйқыда, не азапталады жағаны. Сұрақтар, Раббың кім деген сияқты сұрақтар. А мына аятқа сүйенсек, шахидтердің рухы қабірде де болмайды, бірден жәннатқа. Сұрақта болмайды Раббың кім деген. Бірден жәннатқа кетіп жүреді деп жатыр. Және тірі ризықты алып жатады дейді. 2012 жылы шейх доктор Юсри Рушди деген біздің Мысырда үлкен ғалым, өзі хирург, бір жағынан мұхаддис ұстазымыз, бүкіл шәкірттеріне айтып, жаңағы нені 5000 сахаби жатқан, қайтыс болған жерге барамыз, зиярат қып деді. Каирдан 220 шақырым жерде, Бахнаса деген жерде. Сонда 1250 шәкірттер жиналып, жағаны 50 шақты, қанша? 26 ма, 25 па автобуспен бардық, үлкен жаңағы. 1250 адам. Бүкіл мемлекеттен бар студенттер. Сонда бір таңғалған, ана неде оқысақ, біріншіден ол кісі әулиелік нелерін байқадық. Ол кісі бірінші таң намазынан бастап зікір етіп мешітте отырады да күнінде шәкірттермен. Сосын барып, уже күн шыққаннан кейін барып жолға шықтық. Сонда айтады, бушролякум деді. Сендерге сүйінші деді. Қазір мына барайын деп отқан сахабалар сендерге қатты қуанып жатыр деді. Түсінде көрдім ба, өңінде көрдім айтпады. Қатты қуанып. Өйткені бірінші рет ең көп адам барайын деп жатқанымыз. Пәленбай бір ғасырда, пәленбай жылы ең көп барған адам осыған дейін 72 адам ғана екен жиналып барған. Сол сахабалар зиярат. Одан кейін біз ең көп барайын деп тұрған осы біз деді. Сондықтан сахабалар қатты қуанып жатыр деді. Енді автобусқа мінсек, А4 форматта сол сахабаларға тиісті қиссалар жазылған екен, өмірде болған. Сөйтсе, Зуннун Мисри деген табиғин өткен үлкен ғалым кісі, мысырлық. Сол кісі
өмір бойы жылда сол кісілерді Мысырда тұрғандықтан зиярат қылып тұрады екен, барып сахабалардың басына барып жаңағы зиярат қылып. Сөйтіп бір жылы бір реті болмай бара алмай қалады. Сол жылы түс көреді. Түсінде есік алдына шықса, есік алды толған халық, қара халық дейді, толған енді адам толған. Сендер кімсіңдер десе, айтады дейді да, біз соңғы ақырғы пайғамбардың ақырғы сахабаларымыз Бахнасада жатқан деп айтады дейді. Түсінде. Қалай сонда? Сен жылда бізге келетінен биыл келмегесін, біз өзіміз саған сәлем беріп кетейін деп келдік дейді. Сосын, қалай сонда сендер мен жылда барғанымды естіп біліп жатсыңдар ма десе, әрине, Аллах Тағала айтқан жоқ па? Хум ахияун инда роббихим юрзақун деп айтқан жоқ па дейді, осы аятта дейді. Алланың құзырында тірі ризықты алып жатыр деп Алла айтқан жоқ па дейді. Тіріміз біз, сені естіп жатамыз келгенде дейді. Естіп тұрамыз келгенде дейді. Содан кейін айтты дейді, пәленше жерге барамыз, бір адам тоже биыл келе алмады, соған барып зиярат қылып сәлем беріп қайтамыз деп. Содан кейін оянып кетсе, жаңағы басынан аяғына дейін от болып жанып ояндым депті да, ана кісі емес. Содан кейін өлгенше зияратты тоқтатпапты. Бір қызығы, тағы бір қызық айтайын. Біз дәл сондай ара қашықтықта Александрияға жеке машинаны алып прокатқа барып келгенде, бір сутка таңертең шығып, кешке қайтып келгенде аралап. Туыстар келеді, таныстар келеді, апарып келгенде 2-3 күн бойы демалатынбыз. Шаршап тұрып өліп түсесің, ұйықтамас. Таң намазынан шыққаннан кешке дейін жаңағы зәрлеуім жүресің, қыдырасың, кешке дейін демалыссыз. Бір жолы Александрияның бүкіл қыдыратын жерін бәрін қыдыртып, бірақ жола үйге келіп құлаймыз ғой. Бір суткаға машина аламыз да, мысалы. 2-3 күн бойы демалатынбыз ана бір барып келгеннен. Мына Бахнасаға автобуспен барып келдік. Кішкентай қызымызды ертіп алдық, ол кезінде 3,5 жаста. 3 жаста да, 2,5-3 жаста. Тоже таң намазынан кейін шықтық, ұйықтаған жоқпыз. Бардық, зиярат қылдық, қайтып келдік. Шаршау деген әсер жоқ қой, балада да бізде де. Үйге кешкі 10-11-де келдік, тағы 1-2-ге дейін жүрдік тағы үйде. Кәдімгі үйде жүргендей ешқандай шаршаудың әсері жоқ. Керісінше рухани бір адам күш-қуат алып келгендей, рухани бір күш-қуат алып келгендей сондай сезіндім, бір ләззат сезім болды да. Ана сахабалардың басына барып, зиярат қылып, жаңағы дұға қылып қайтқанымыз. Сонда аяттар сол не сахабалар айтқан екен Зуннун Мисриға. Олар тірі олар ризық алып жатады деген жоқ па деп. Сондықтан жаңағы қабірде ма олар, қабірде емес пе, жәннатта ма, аят қалай айтты, біз соған иман келтіреміз. Ары қарай ақылға салып кіре беруге болмайды. Әйтпесе адасамыз. Мутазила деген адасқан топ болған, Ахлу Суннадан адасқан топ. Олар сол ақылға саламыз деп адасты. Яғни Құран хадисте келген нәрсені ақылға қайшы келіп қалатын болса, ақылды жоғары қойып жіберетін еді. Сондықтан олар адасты. Тоқтауды білмейтін еді. Біздің Ахлу Сунна ғалымдары ақылға сыймайтын нәрселерге келгенде біз тоқтаймыз. Ары қарай мағынасын Аллаға тапсырамыз. Иман келтіреміз де тоқтаймыз болды. Ары қарай кірмейміз. Өйткені ақыл адамды уже шамасы келмей тұрған жерде адастырып жіберуі мүмкін. Түсінікті ме? Мына аят түсінікті ғой, Тағы бір қайталап жіберейік. Уәлә тахсабанналлазина. Сендер есептемеңдер сондай бір адамдарды Алла жолында өлтірілгенді әмуат, өлік деп есептемеңдер, өліп қалды деп. Алла жолында өлтірілген адамдарды өлік деп есептемеңдер, бәлки ахияун, олар тірі, ринда роббихим, Раббысының құзырында юрзақун, ризықталып жатыр. Хадисте бұны жәннатта жасыл құстардың тұмсығында ризықталып жатқандығын айтып жатыр. Фарихина, олар қуанып жатыр, бима атахумуллаху мин фадли. Аллах Тағала өзінің кеңшілігінен оларға берген нәрсеге олар қуанышты жәннатта. Уястабширун биллазина. Сосын олар ястабширун дегенде бушру, жаңағы сүйінші, шіркін ана арттағы адамдар білсе екен деп армандап жатыр. Сондай кімдерге сүйінші жеткізгісі келіп жатыр, сүйінші айтқысы келіп жатыр. Лам ялхақу бихим мин хальфихим. Олардың арттарынан ілеспей қалып қойғандар дейді. Яғни жан тапсырмай тірі қалып қойғандарды айтып жатыр. Алла хауфун алейхим. Оларға ешқандай хауф, қорқыныш жоқ екен. Уалахум, олар және яхзанун, хузн, қайғы жоқ оларға. Хауф деген келешектегі бір нәрсеге қорқу, яхзанун, қайғы деген өткен шаққа қайғыру. Істеп қойдым, өкініп қайғыру. Жоқ, бұл дүниеде істеген барлық нәрсесіне ешқандай өкінбейді. Өкініш те, қайғы да жоқ, қорқыныш та жоқ. Енді бұл аяттан қандай бір мақсат дейміз бе, қандай сабақ ала аламыз, соны айтатын жерде бір 2-3-нен айтып кетейін.
яғни бұл аяттан түсінетініміз, алла жолында қайтыс болғандар, жан тапсырғандар, ол бір рахат әлемде өмір сүріп жатыр деп түсінеді. Жаңа аяттан түсініп отыр. Екіншісі, яғни алла жолында жаңағы джихадқа қызықтыру бар бұл аятта дейді. Аллах тағала қызықтырып қойып жатыр. Алла жолында джихадқа шығып, мысалы, қайтыс болған болса, ол оның ажалында азайтпайды да, көбейтпейді. Енді Аллах тағала өзі жазылған ажал сол болған болса, сол арқылы беріледі көбіне. Сол секілді ризығын да азайтпайды ол дейді. Яғни қайтыс болумен ризығым азайып қалды, жоқ. Яғни ажалын қысқартпайды дегені, жан тапсырғанмен бәрібір тіршілік өмір сүріп жатыр дейді да. Түсінікті ғой? Жан тапсырғанмен ол как ажалы келмеген секілді ақыретте өмір сүру жалғастырып жатыр олар. Сол секілді ризық азайып қойып жатқан жоқ дейді. Бұл дүнияда жей алмай қалған нәрсені жәннатта жеп жатыр. Сол секілді бұны Аллах тағала өзі сақтап қояды. Өзі Аллах тағаладан қорғанда болады. Үшінші нәрсе, жақсы амалдарға қызықтыру. Осы арқылы тек қана джихад емес, Алла жолында қандай да бір игі іс істейтін болсан, Аллах тағала оның ешқашан сауабын жоғалтпайтындығын бұдан түсінеміз дейді. Жақсылық, Алла жолында жақсылық жасаса, ешқашан оның сауабын жоғалтпайды, ақыретте беріледі. Төртіншісі, әл-муъмин әл-уафи лидинихи ястахиқу бисабаби хаза анна ман яхлифу ба'даху яхутуху Аллаху тағала би азими хифзихи ва карим риаяти. Және дінін ұстанған мұсылман ол лайықты болады дейді. Осы себепті, дінін ұстану себепті, оның артындағыларға да Аллах тағала қамқоршы болатындығыны, сіздің тақуалығыңыз себепті, сіздің артыңызда алған әйел бала шағаңызға да Алланың қамқорлығы болатындығы. Мынау немен, анау жәннатта шәһидтердің несімен Аллах тағала қамқорлығын алып, жеткізем деп қамқорлығын алып бізге жеткізіп жатыр.